Сәлем, оқырмандарым, мен сіздерге керемет бетке ботокс беретін және де бетіңіздің әжімдерін кетіретін керемет масканы айтатын боламын. Бұл жерде ең керекті үйдегі бар затпен жасауға болатын, үй жағдайында кез келген уақытта жасалатын сіздерге масканы айтатын боламын. Енді қыздар, қараңыздар. Мұнда бізге плита қажет. Енді өздеріңіз үй жағдайында газды да қолдансаңыздар болады. Және де осындай темір кішкентай ыдысымыз қажет болады. Міне, біз аз мөлшерде су құятын боламыз. Және де қыздар, бізге осындай зығыр ұнтағы қажет болады. Енді өте керемет, бетке әсері мықты. Зығыр орысшалап бір нәрсе дейді, мен мұнда жазып кететін боламын. Қараңыздар, орысшасын Google'дан қарап, немесе кез келген базардан да сатып алсаңыздар болады. Мұнда қараңыздар, осындай зығыр. Кішкентай қап-қара дән сияқты болады. Күнжітке ұқсайды. Енді бізге осыдан бір 4 қасық керек болады. 1, 2, 3, 4. Міне, қараңыздар. Енді біз печканы қосатын боламыз. 10 минут қайнайды. Және де аз болып қалмау үшін кішкене қоссаңыздар да болады. Міне, осындай. Және де қыздар, бұл рецепт өте керемет рецепт. Сақтап алыңыздар. Және де қандай жерде, қандай қоспа бар екенін жазып алсаңыздар да болады. Өйткені бетіңізге, әжімдерге, пигменттерді және де бетіңіздегі сепкілдерді 100% кетіретін маска. Сол үшін міндетті түрде сақтап алыңыздар. Бізге осындай керемет, осындай ыдысымызға керемет етіп былай жасаймыз. Қараңыздаршы. Осындай марляны сүзгіштеп, осындай марляны міне, осы сүзгіштің үстіне қоямыз. Міне, сүзгіштің үстіне оның астында ыдыс бар. Енді қыздар, не үшін олай қоямыз десеңіздер, қазір сіздер зығырдың қандай болатынын көретін боласыздар. Қараңыздар, осылай, міне. Қараңыздар, осылай құйып шығамыз, міне. Міне, кілегей. Кәдімгі кілегей. Сол үшін, міне, өзі жайлап, астына тұна беретін болады, міне. Міне, қараңыздаршы. Қандай керемет зығырдың жаңағы коллаген сияқтылар. Бізге осындай тағы да бізге су қажет болады. Су. Осындай суды бар. Осындай суға біз енді не қосамыз? Біз осындай күріш қосамыз. 1, 2, 3 дана, 3 чайный ложка күріш қосамыз. Енді біз күрішімізді қайнатамыз, қыздар. Күрішіміз жақсы қайнауы қажет. Өйткені ысып кеттім ғой. Негізі біз былай жасаймыз. Күріштің өзі ғана қажет болғаннан кейін
бізге күріштің өзі ғана қажет. Сол үшін біз күрішімізді осындай блендердің ыдысына саламыз. Не? Алоэ вера қажет. Енді бізге блендердің көмегі қажет болады. Сол үшін блендер қыздар ауадай қажет. Күрішті жақсылап езіп аламыз. Күрішті алатын осындай керемет зат қажет болады. Бізге енді осы зығырға салуымыз керек. Міне. Зығырға біз осылай саламыз. Міне. Көрдіңіздер ме? Осындай екеуін осы зығырмен күрішті қосып біз бірге блендерден өткізетін боламыз. Зығырмен осы күрішті бірге араластырып алдық. Енді бізге осындай міндетті түрде алоэ вера қажет болады. Бізге алоэ вераның көп емес, бір қасық қана жетеді. Міне, осындай бір қасықты саламыз. Және де үшеуін жақсылап араластырып аламыз, қыздар. Бұл маска ұзақ болуы мүмкін, бірақ пайдасы өте керемет. Сіздерге результат алғаннан кейін айтып отырмын, қыздар. Енді осыны жақсылап араластырып аламыз. Осындай кремнің ыдысына холодильникке бір апта сақтасаңыздар болады. Және де бетіңізде 40 минут ұстаңыздар. Масканы жұқа етіп жағуды ұмытпаңыздар. Енді қараңыздар. Міне, осы әдемі маска болды. Міне, қараңыздар. Не деген крем сияқты маска болды. 7 күннің ішінде сіздер результат алатын боласыздар. Мынандай міне, кремнің босап қалған ыдысымен осындай холодильникке сақтап қойсаңыздар, кейін пайдалана берсеңіздер болады. Беттегі пигмент және де бетіңіздің жылтырап, бетіңіздің ботокс беріп 10 жасқа жасарамын десеңіздер, осы масканы жасаңыздар, қыздар, өте керемет нәтиже алатын боласыздар. Ал баршаларыңызға сәттілік, оқырмандарым.